Старый аэропорт, яғни ескі әуежай. Мына біз тұрған ауданда шынымен де ұшақтар ұшқан ба сонда? Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметі. Біз бастаймыз. Тура 90 жыл бұрын, 1935 жылы. Қала орталығынан солтүстік шығысқа қарай 8 километр. Яғни мына біз тұрған Старый аэропорт ауданынан ұшақтар ұшырыла бастады. Қаратөбе, Жәнібек және облысымыздың басқа аудандарына әуе тасымалы жүзеге асырылды. Ойлаш, қазір қала орталығынан Жәнібекке ұшақ ұшатын болса, 1 сағатқа жетер-жетпес уақытта болар еді. Ал сенің ауданың ше? Сен комментарий қалдыра бер, біз жалғастырамыз. Ауданның қазіргі жағдайына тоқталатын болсақ, солтүстік шығысында Жұлдыз шағын ауданы, ал оңтүстігінде 10 шағын аудан бой көтерді. Инфрақұрылым өздеріңіз көріп тұрғандай өте қарқынды дамуда. Бұнда біз мақтан алатын, кеше ғана дзюдодан жасөспірімдер чемпионатын қабылдаған Жайық арена, мұнай газ жабдықтарын өндіретін Каспий мұнай капитал, білім ошақтары, бөбекжайлар, тағы да басқа көптеген нысандар бар. Көшелерден өтіп бара жатып, мынандай жазуларды көп байқайсың. Айта кететіні, бұл ауданнан жер алам десеңіз, бағасы арзан емес. Орташа есеппен 10 соттық жерге 20 миллион теңгеңізді дайындай беріңіз. Автобус, жол жағынан ешқандай проблема көрінбейді. Орталыққа 4 маршрут қатынайды. Ол үшін енді үлкен респект. Старый аэропорт ауданының шағын жолы осындай. Келесі аялдаманы бірге таңдайық.